Дер кезінде біз қолымызға алмасақ, біз үшінші деңгейлі мемлекеттің қатарында қалып қалуымыз мүмкін. Көптеген ұсақ мемлекеттердің тілі жойылды, ділі жойылды, руханияты, ұлттық мәдениеті жойылып бара жатыр. Кейінгі саттағы мемлекет болатын болса, онда ол мемлекетке білім ошақтарын емес, түрме салу керек деп айтқан. Ал енді бізде мына ғаламтордың кең қолданысқа енуіменен ол процестер бізге де келіп жатыр. Бала 4 жыл оқымай 3 жылда оқып бітіруі мүмкін. Онда еркіндік беріліп отыр. Әдетті қоғам құру үшін қазіргі білім жүйесіне, тәрбиесіне қандай да бір өзгешеліктер енгізуіміз керек пе? Заңға асып, әдейі халықты қан қақсатты. Халық арыстары құрып сөйлеген мемлекет қандай еді? Біз сол жолға түсе алдық па, әлде біз басқа сүрлеуден кетіп қалдық па? 91 жылы алған тәуелсіздікпен пара-пар деп айтуымызға болады. Өзімізге белгілі, жалпы қоғамға белгілі жуырда мынау бұрынғы білім және ғылым министрлігі екіге бөлінді. Бір ғана жігер болды, күш болды, ол халықтың сағы сынбасын деген. Батыстың таңсығын таңсық көреміз деп, бізде де кейбір жатағынға еріп кеткендер бар. Ғылым сол мемлекеттің экономикасының дамуының негізі болу керек. Қайырлы күн, құрметті көрермен, уақыт, біздің сұхбат, біз кезекті кейіпкерімізге келіп отырмыз. Дәл қазір мынау Шымкент қалалық Аманат партиясының филиалындамыз. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз де ерекше. Бүгінгі сұхбат айрықша болғалы тұр, өйткені екі бірдей сала туралы кеңірек ақпарат алғымыз келіп отыр. Ендеше бүгінгі біздің кейіпкерімізбен таныс болыңыздар. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің ректоры Дария Пернешқызы. Дария, сұхбатқа келісім бергенің үшін әуелі алғысымды білдіремін. Өйткені қазір қарбалас уақыт, түсінеміз, дегенмен де барынша кеңірек толымды ақпарат алғымыз келеді өзіңізден. Рахмет. Енді тікелей мынау өзіңіздің қызмет ететін салаңыздан бастағым келіп отыр сұрақты. Өзіңізге белгілі, жалпы қоғамға белгілі, жуырда мынау бұрынғы білім және ғылым министрлігі екіге бөлінді. Біз орта білімді және жоғары білімді бөліп тастадық, былайша айтқан кезде. Жалпы дәл осы бастама, дәл осы шешім нәтижесін беріп жатыр ма қазір? Рахмет, өте орынды сұрақ деп ойлаймын, және қазіргі уақытқа қажетті. Енді біз ұғымымызда қай уақытта болса да осындай қоғамдағы болып отырған үлкен мәселеге бір үлкен анализ жасап, соған байланысты жауап беруге тиістіміз. Қазір жалпы біз Қазақстан мемлекетін немесе өзіміз осы Шымкент қаласын бүкіл әлемдік дамудан бөліп қарай алмаймыз. Себебі ол үлкен глобализация деп айтатын кезең уақыт бізге келіп тұр. Екі министрліктің бөлуі не себеп болды ол бөлінуге, және ол бөлінудің қандай жолда? Расында да соңғы 7-8 айдың ішінде бұл министрлік бөлінгенде екінші жоғарғы білім және ғылым министрлігі жаңадан құрылған министрлік деп айтуға болады. Ал енді бір министрлікті екіге бөлу бір сала деп айтсақ, ал бұл салада мектепке дейінгі білім беру, немесе қазіргі кезеңдегі жаңа осы министрлікті, ол балалардың өмір салтын қалыптастыру үшін, балалардың кәмелетке жеткенге дейінгі бүкіл физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, бұл саланың өзіндік мағынасы мен проблемалары, оның ұстанымдары, қағидаттары бар екендігін ұзақ уақытқа дейін біз есепке алмай келдік. Екінші сала, өзі аты айтып тұрғандай, бұл ғылым. Ғылым және жоғарғы оқу орындарының тікелей қарайтын министрлік болып отыр. Екінші министрліктің пайда болуы, ол уақыттың талабына сәйкес. Неге десеңіз, қазір қарап отырсақ, жалпы мемлекеттерді біз ғылым білім саласында 3 деңгейге бөлуімізге болады. Бірінші, алпауыт мемлекеттер, үлкен қасында, яғни зерттеу алаңдары бар, лабораториялары бар, Америка құрама штаттарының институттарын, жоғарғы институттарменен салыстыра отырып, яғни деңгейлі дамыған Жапон мемлекеттері,
мемлекеті сияқты, Америка Құрама Штаттары мемлекеттері сияқты үлкен алпауыт мемлекеттер болашақта білім ғылымның заманы болғаннан кейін ол жердегі отырған жаңа технология, мынау интеллект, қолданбалы жасанды интеллект, оның барлығы қазіргі таңда кезек күттірмейтін дамып отырған мәселе болып жатыр. Ал екінші мемлекеттерді орта мемлекеттер деп айтуға болады. Ғылымның дамуы, жаңағы айтып отырған қолданбалы, әсіресе ғылымның дамуы, ғылымның ішіндегі жаңа технологиялардың үрдістерінің дамуы дер кезінде біз қолымызға алмасақ, біз үшінші деңгейлі мемлекеттің қатарында қалып қалуымыз мүмкін. Сондықтан да қазір қарап отырсақ, Индия мемлекеті халықтың санына қараған кезеңде ол Қытайдан да асып отыр. Ол жерде миллиардтан астам 1,5 миллиард халықтың саны. Ал Индия мемлекетіндегі бірінші қазіргі жағдай, мысалға, білімменен өзінің сол 1,5 миллиард халықтың ішіндегі тұратын 25-30 миллион халық ол білім жасындағы, білім ала алмай отырған, яғни толыққанды білімді ала алмай отыр. Ал енді өзіңіз қараңыз, білімсіз мемлекет болатын болса, мына Отто Бисмарктың 13 ғасырда айтып кеткен сөзі бар. Егер мемлекет білімсіз, ғылым дамуынсыз мемлекет болатын болса, немесе дамымай қалған кейінгі саттағы мемлекет болатын болса, онда ол мемлекетке білім ошақтарын емес, түрме салу керек деп айтқан. Бір ғана сөзбенен біз қазіргі таңдағы екі министрліктің дұрыс өзінің уақытысында бөліп отырғанын дәлелдеуге болады. Қазір енді Қазақстанға қайтып келетін болсақ, мысалға, біз 100-ден аса жоғарғы оқу орындары бар. 100-ден аса жоғарғы оқу орындарында ғылым мәселесін көтеру. Әрбір ғылым мәселесін академиялық мәселелерден бөлек, көрдіңіз ба? Жаңа ғылыми. Неге біз ол мәселені көтеріп отырмыз? Себебі, естеріңізде болса, ең алғашқы паровоз пайда болған кезеңде 17-18 ғасырларда халықтар қалай қарады оған? Мінекей, осындай мәселелер өзі жүретін әлігі, темір жолды меңгеретін, немесе ең алғашқы самолеттер пайда болған кезеңде радио, басқа, бұл техниканың дамуы болды ғой. Бұл қолданбалы білімнің дамуы болды ғой. Азаматтар соны дамып шығарды. Ал қазір жаңағы айтқан алпауыт мемлекеттерде, мысалға, жасанды жүрек, жасанды бауыр, олар лабораторияларда қалай жасалынады? Олар сол адамның әрбір индивидуалды кодтары арқылы жасалынады. Олар соны қондырған кезеңде өзінен жаңағы бөлек болмайды. Сол адамның жеке бітіміне, құрылымына байланысты жасалғаннан кейін адамның өмір сүру қағидаттарын өсіруге байланысты жасалып отыр. Тура сол сияқты біздің 21 ғасырда біз қазір қолданбалы ғылымменен жалпы ғылымды, ғылыми лабораторияларды дамытпайтын болсақ, біз жаңағы айтқан үшінші құрдым кеткен мемлекеттердің сынында қалып қойсақ, бізге даму қайда? Сондықтан да мен ойлаймын, бұл қазір дер кезінде бөлінген мәселелер. Екінші жағынан, қазір мысалға демографиялық өсім жалпы Қазақстанда жоғары. Ал осы демографиялық өсімді тағы да біз осындай мониторинг жасайтын болсақ, білімнің қол жетімділігін арттыру қазір бізге Қазақстанға өте қолайлы болып тұр. Көрдіңіз ба? Сондықтан да мектеп қабырғасындағы осы білім беру министрлігі осы жұмыстармен айналысып, ал ғылым мәселесін интеллектуалды ұлт қалыптастырамыз дейміз. Интеллектуалды ұлтты қай кезеңде қалыптастыруға болады? Оған материалдық техникалық базаны жасап, білім бағдарламасын арнайы дайындап, оны ғылыми компоненттерменен толықтыратын кезеңде біз шынайы ғылымды дамытуға мүмкіндігіміз бар. Сондықтан да бұл бөліну процесі мына екінші жоғарғы білім және ғылым министрлігі менің пікірімше, ойымша дер кезінде біздің Қазақстанның әлеуметін дамытуға, біздің Қазақстанымыздың жаңа Қазақстан деп отырмыз ғой, ғылым санатын, ғылым сол мемлекеттің экономикасының дамуының негізі болу керек. Біз осыған дейін экономиканы жоспарлап келдік. Неге қазіргі кезеңгі, мысалға, мынау әлеуметтік осал тұстар бізде бар. Оны жасыруға болмайды ғой. Немесе қазіргі кезеңде инклюзивті қоғамға біз жете алмай отырмыз.
Мысалға да, неге қазіргі кезеңде сайлау процестері мысалға немесе азаматтық кодекстарымыз бар да, оны шынында өмірге белсенді етіп жасай алмай отырмыз. Оның барлығы атап айтқан кезеңде ғылымның бізде осы күні бүгінге дейін кенжелеу қалып қалғандығының дәлелі деп айтатын едім. Сондықтан да мысалға біз қазір ғылым жағынан бізде потенциал өте мықты. Өзіміз жуырда ғана мынау үлкен нәубет деп айтуымызға болады, ковидті мысалға басымыздан өткіздірдік. Бұл бізге көрінетін, көрінбейтін инфекциялық жұқпалы аурулардың дені. Мен бұл маман есі емеспін. Мен жалпы идеологиялық тұрғыда және сапалық тұрғыда қарап айтып отырмын анализдің айналасында. Ал бірақ қазақстандық жаңағы осыған қарама қарсы дәру-дәрмек жасалынып шықты ғой. Ал яғни ғылымның негізін салып, соның мүмкіндігін жасаса, біздің Қазақстан жаңағы айтқан дамыған мемлекеттердің ішінде ең болмағанда екінші санаттағы, мысалға да, Оңтүстік Азия немесе жалпы Евразия көлеміндегі екінші санаттағы мемлекеттің қатарына жататын болсақ, біздің рухымызда, біздің тәуелсіздігімізде, біздің ғылымға құйған инвестиция менен экономиканың дамуына негіз бар деп айта аламын. Сондықтан да бұл мәселеге осылай біз қарауға тиістіміз. Жақсы, рахмет әпке. Енді мынау идеология саласына қатысты менің бір нақты сауалым бар. Өзіңіз әрі ұстазсыз, жастармен тікелей жұмыс істейсіз. Білгім келіп отырғанда жаңа глобализация деп жатырмыз ғой. Қазір жаһан мемлекеттері, мынау жаһандану деп жатырмыз, соған ілесеміз деп, көптеген ұсақ мемлекеттердің тілі жойылды, ділі жойылды, руханияты, ұлттық мәдениеті жойылып бара жатыр. Ал енді бізде мына ғаламтордың кең қолданысқа енуіменен ол процестер бізге де келіп жатыр. Батыстың қаңсығын таңсық көреміз деп, бізде де кейбір жатағынға еріп кеткендер бар. Енді білгім келіп отқан, біз мынау жаһандануға ілесеміз деп өздігімізді жоғалтып қойған жоқпыз ба әпке? Иә. Бұл енді орынды сұрақ, және бұл сұрақтың төркінінде шындығын айтқан кезінде бір қорқыныш сезімдері тұрады. Себебі үлкен қазіргі мынау 200-ден асқан дүние мемлекетті, үлкенді кішілі мемлекеттер бар. Сол мемлекеттердің ішінде алпауыт мемлекеттер немесе жаңағы өзіңіз айтып отырған өсіп, ғылыми техникалық жағынан қолданбалы ғылымды дамытып отырған мемлекеттер басқа мемлекеттерді жұтып қоймай ма деген осындай бір пікірлер бар. Бірақ бұдан қорқудың қажеті жоқ. Себебі өмір белестері тоқтамай, бұл жаһандану процесі одан да бетер өсе береді. Жаһандану процесін біз шекара қоямыз десек те оған қоя алмаймыз. Неге? Себебі мен осы жуырда ғана іс-сапарда болдым. Сол іс-сапарда жүрген кезеңде біздің өзіміздің мынау Шымкент қаласынан және Қызылорда өңірлерінен біздің студенттеріміздің топ университетіне кіретін Ридинг және Уорвик университеттерінде білім алып, және сол жерде ғылыми әлеуетін арттырып жатқан балалармен кездестім. Өзіміздің қара көз, домалақ, қара балдарымызбен кездестім. Ол жердегі мақсат қандай болды? Ол жердегі мақсат біздің балаларымыздың шынайы лабораториялық құрылымдарға беріліп, бірнеше тілді меңгеріп, соны өмірге енгізу процесінің үстінде магистратурада оқып жатыр екен. Ал енді ол балаларға тікелей Бауыржан деген есімді баламызға сұрақ қойдым мен. Сен қалай қарайсың мысалға деп. Ол кісі мысалға маған қатты ұнағаны қазақ тілін, біздің құндылықтарды, біздің дәстүрді сағынышпен қарап, шет мемлекетте жүргенде оның көз қарасының бірнеше есе өскендігі туралы осылай сыр шерттік, былайша айтқан кезеңде. Және кішкентай өзінің баласын, сол жердегі қыз баласын тілін жаңадан шыққан міндетті түрде қазақ тілінде. Көрдіңіз ба? Ал неге біз қазақ тілін басқа мемлекеттерде дамыта алмаймыз? Біздің тілімізде үлкен осындай 10 тілдік қарым-қатынастар жататын болса, біздің тілімізде сол тілдердің ең бай әлемдегі тіл қорының бірі қазақ тілі деп айтар едім. Мен оны ғалым түрінде айтқым келеді. Сондықтан да ол екінші мәселе, мынау біздің күнделікті қолданып жүрген қазіргі гаджет мәселесіне ол тілдің енуі, қолданбалы ғылыми ретінде енуі, ол екінші өзіміздің адам баласының қолынан келетін адам баласының игіліктерін, құндылықтарын жасайтын мәселе.
Көрдіңіз бе? Сондықтан да менің ойымша, жалпы біздің ғалымдардың ойынша, жаһандану процесі кезінде, үрдістер кезінде біздің өзіміздің дәстүр құндылықтарымызды, мысалға бірнеше американдық ғалымдар келіп, біздің университеттің өзінде қазір жұмыс істеп жатыр. Ол ғалымдар келіп, біздің қазақтың халқының тарихын, дәстүрін, әдетін, ғұрпын, қонақ жайлылығын дәріптеп, қазір осындай үлкен ғылыми еңбектер жазып отыр. Ал бұл кезеңде біз неден қорықпауымыз керекпіз? Біз тағы да ғылыми осындай сүйеніштерге, ғылыми тұжырымдарға сүйене отырып, біздің өзіміздің этнография саласын дамытуға тиістіміз, біздің өзіміздің археология саласын дамытуға тиістіміз, біздің өзіміздің этика менен эстетика, педагогика, этнопедагогика салаларын ғылыми жүйелеп, соны әрі дамытатын болсақ, басқа тілдер сияқты біздің тіліміз де, ұлттық құндылықтарымыз да сол әлемдік, жаһандық мәселені көтеруге мүмкіндігі бар. Яғни, мемлекет тұрған кезеңде жаһандану үрдісінен біз еш жаққа қашып құтыла алмаймыз. Ал бірақ сол жаһанданудың ішіне кетіп қалмау үшін өзіміздің тәуелсіздігімізді қолға берік ұстай отырып, ғылыми жаңалықтарға сүйене отырып, ұлттық ғылыми сана, ұлттық ғылыми сезімдерді дамыта отырып, оған барлық мүмкіндіктеріміз бар. Көрдіңіз бе? Осыны дамыта отырып, біз мынау жасалынып отырған Қазақстан тарихын мысалға айтайын, немесе кешегі ұлы ғайыптар болған, нәубеттер болған тарихымызды келесі тілге ауыстырып соны беретін болсақ, әлем танитын мемлекетке айналатынымызға көзіміз жетеді. Түсінікті. Енді мынау білім саласы деп жатырмыз. Мемлекет басшысы айтты ғой, әділетті қоғам құрамыз, әділетті Қазақстанды құрамыз деді. Жаңа Қазақстан деп ұрандатып жатырмыз. Енді нақты бір сауал пайда болады. Бізде білім саласы өзінің түпкі бастауын Кеңес одағынан алады. Біздегі білім жүйесі былайша айтқан кезде, дегенменен тәуелсіздік жылдарында жаңа әлемдік бәсекеге қабілетті бола түсу үшін жаңашылдықтар келді. Енді мынау біз айтып жатырмыз, әділетті қоғамды құру үшін әділетті азаматтар болу керек. Ал әділетті азаматтар қайдан пайда болады? Олар бүгінгі біздің өскелең ұрпақ. Енді білгім келіп отқаны, біз әділетті қоғам құру үшін қазіргі білім жүйесіне, тәрбиесіне қандай да бір өзгешеліктер енгізуіміз керек пе? Мынау совет кезеңінде өзіміз айтып отырған кәдімгі социализм дәуірінде көп оқулықтарда қазақ халқының 1917 жылға дейін 2% ғана білімді болды, көзі ашық болды деп бірнеше оқулықтарға жазылып кетті. Бұл біріншіден саясат етін. Мен тарихшы ретінде мәлімдегім келеді, 1917 жылға дейін қазақ халқы, қазақ этносы ол бірінші ауыз әдебиетіне сүйенді, екінші жыр дастандарға сүйенді, үшінші біздің әрине көшпелі цивилизациясы болғанымен біздің өзіміздің мәдениеттің негізін құрайтын жазба деректері де болды. Ол жазба деректерінде біз араб харпінде жазып, латын стиліменен өрбітіп, біздің бірнеше ғылыми адамдарымыз болды. Яғни мен оған толықтай келіспеймін. Яғни көзі ашық болмады, немесе кейін ғана орнады деген мәселе, ол саяси мәселе болып табылады. Оны біз қазір зерттеп жатырмыз. Ал мен өзім сол 1980 жылдар болатын шығар деп ойлаймын, 80-81 жылдары мынау Алматы қазір ұлттық кітапханасында ол кезеңде көп бізге мүмкіндік болған жоқ. Жаңағы сондай бір фондтар болатын, ол фондтар жабық фондтар болатын, оған қолымыз жете бермейтін осындай бір фондқа мен бір кездейсоқ түсіп қалдым, шындығын айтқан кезеңде, өзімнің тақырыбыма байланысты. Ал менің тақырыбым осы 25 пенен 30 жылдардағы қазақ ауылының пайда болу процестері мен сол ауылдағы жаңағы нәубет мәселесі, ашаршылық мәселесі еді. Бірақ мен тақырыбымды қайтадан жасауға тура келді. Тақырыбымды менің советтердің пайда болуы, совдептердің, совет депутатов, появление совета депутатов дегенге ауыстырдым. Себебі ол диссертациялық кеңестен тақырыбымның өзі өтпей қалды.
Себебі мен ол тақырыпта қазақ ауылдарының өте бай, қуатты болғандығы туралы, қазақ ауылдарының орналасуының бірінші категориясы территориялық жағынан болса, екінші категориясы рулық. Былайша айтқан кезеңде бұл сөзді қорқудың қажеті жоқ. Жаңағы туысқандық бағыттағы даму ауылдарының пайда болып, сол шаруашылықты өрбіту мәселесін ең бірінші жазып кеткен, жаңағы латын тілінде жазып кеткен ол Тоғжанов деген кісінің жаңағы қолжазба кітабын тауып алдым. Сол кітаптың ішінде белгілі энциклопедист Мұхаммед Әбіл Сина, көрдіңіз ба, 1800 жылдары қазақтың жеріндегі ғұлама ғалымдардың, ол ғалымдардың әрі діни жағынан, екінші ғылыми жағынан дәріптелген категориясы туралы жазған еңбекті таптым да, өкінішке орай келесі жолы мен ол жерге кіре алмай қалдым. Сонда менде кішкентай ғана бір жазба бар. Ол менің сол баяғы студенттік жас күнімнен бастап қалыптасқан жазбаны мен күні бүгінге дейін, әліге дейін іздеу жолындамын. Сонда енді сұрақ берейік. Біздің халқымыздың білімділігі туралы және біздің халқымыздың қазақ этносының пайда болу жаңағы процестері туралы кезең-кезеңге бөлінгендегі. Көрдіңіз бе? Сондықтан да жаңағы сұраққа жауап бере отырып, бұл сұрақты біз әлі тереңінен зерттеуге мүмкіндік алатын уақытымыз енді жетті деп ойлаймын. Сондықтан да заң жүзінде, заңнама жүзінде, жаңа сіз маған сұрақ қойып жатырсыз да, бұл білім санаттарын академиялық сұрақтарға келетін болсақ да, мемлекеттік стандарттардан осы министр келді. Министр келгеннен кейін 1 август айында бұйрық берілген мәселе университеттердің академиялық жаңағы сұрақтарын еркіндік беру мәселесіне қол қойып берді ол кісі. Біз бұрын осыған дейін баллон процесі немесе советтік дәуірдегі классикалық білім үрдісіне байланысты оқытатын болсақ, қазіргі таңда әр университет өзінің даму бағдарламасына байланысты, стратегиялық жоспарына байланысты. Біздікі, мысалы, техникалық жоғарғы оқу орны. Біз академиялық кеңістіктерге қол жеткізіп отырмыз. Яғни, қоғам университеттің ғылыми процесін өзі шешуге мүмкіндік алып отыр. Қазір бізде осындай жағдайлар көп. Осыған байланысты біз енді дәл қазіргі таңда 150-ден астам баламыз ішкі резервтарға сәйкес, мысалға, Европаның мықты жоғарғы оқу орындарында білім алып жатыр. Олар өзімізге қайта келеді. Жуырда ғана мен президентпенен бірге, сол командаменен бірге Грузия мемлекетінде болдым. Ол жерде ең бірінші 1864 жылы сол жаңағы кешірім өтінемін, Әзербайжан мемлекетінде, сол жерде 1800 Каспийдің арғы беті ғой, 64 жылы мұнай табылады да, 1868 жылы ең алғашқы мұнайды өңдеу институты пайда болады. Сол институт зердеп, қарап, олардың мұнай қалай. Ал енді бізде мұнай факультеті бар ғой. Қазіргі таңда осы университетпенен екі жақты меморандумға қол қойылып, біздің қазір докторанттарымыз сол жерде жұмыс жасап жатыр. Ол да бір үрдіс деп айтуымызға болады. Жаңағы айтқан Саясат Нұрбекұлының қойған бұйрығына сәйкес біз осындай жұмыстарды өрбітіп отырмыз. Кешегі Америка кешірім өтінемін, Ұлыбританияға барған кезеңде, Ұлыбритания ол мемлекеттердің ішіндегі ең демократиялық мемлекеттер деп айтуға болады. Ұлыбританияның премьер-министрінің кім екендігін біз бәріміз өте жақсы білеміз. Және ол кісінің индус екендігін, және сол мемлекетті дамыту бағытында да жұмыс жасап жатқандығын өте жақсы білеміз. Ал осыған қарамастан, Ұлыбританияның халықаралық аренаға кіретін 5 университетімен біз қазір екі жақты меморандумға қол қойып, қазір балаларды оқыту санатын, олардың дәрежесін және оқытушы профессор құрамдарының тәжірибесін алмастыру бағытында жұмыс жасап жатырмыз. Яғни бізге қазіргі таңда тек қана біздің университет туралы айтып отырған жоқпын мен. Жалпы қазақстандық жоғарғы оқу орындарында қазіргі таңда, мен айтып кетуге тиістімін. Қазақстандық жоғарғы оқу орындарының қазіргі таңда бәсекелеске қабілеттілігінің өсіп, өршеленіп отыруы, ол осы біздің заманға сәйкес болып отыр.
Сондықтан да мен қазір айта алмаймын, жастар мысалға білімсіз немесе жастардың білімге құштарлығы жоқ деген пікірді мен 100% кереғар пікірдемін. Себебі мен өзім қызмет жасап отырған жастарыма келетін болсақ, білімге деген құштарлық, оның үстіне екі жақты білім алу, соның ішінде қазіргі таңдағы біздің стратегиялық басты бағытымыз дуалды білім алу. Ол не деген сөз? Біздің өңірде үлкенді кішілі фабрикаларымыз, заводтарымыз, яғни жеке сондай орындарымыз бар ғой. Мысалы, біз Карлос Кронаменен бірге білім бағдарламасын жасадық. Карлос Кронадағы балаларымыз 2-ші курстан бастап, баяғыдағыдай жаңағы мөрленген бағыттағы практикаға бармайды. 2-ші курстан бастап заводтың иісін көрсін, заводтың ішіндегі технологиямен танысын, заводта өзін қауіпсіздігін дұрыстасын деп 2-ші курстан бастап балаларымыз сол мамандық бойынша сол заводтың маңында, заводтың ішінде сабақ өтеді. Егерде 2 жыл заводтың өмірімен таныса отырып, біздің екі жақты жұмыс бағдарламамыздың жаңағы кредиттерін алатын болса, бала 4 жыл оқымай 3 жылда оқып бітіруі мүмкін. Онда еркіндік беріліп отыр. Немесе баланы сол жердегі ұжым өз ары қарата тәрбиелеп, мысалға жұмысқа қалдыру мәселесі өте жақсы шешіліп отыр қазір. Ол бізге өте үлкен көмек беріп отыр. Сол сияқты Балтекстиль, мысалға, мынау жеңіл неге байланысты, өнеркәсіпке байланысты. Сол сияқты мынау Бөрте, қазіргі таңда біліп жатырсыздар да. Сол сияқты фармацевтикалық завод қазір шығарып жатқан, цемент заводтары, мысалға, өңірдегі шыны заводы, бізде бұл мамандықтардың барлығы бар. Бұл мамандықтардың барлығы мұнайды қайтадан қалпына келтіру, мұнайды өңдеу, мысалға да, осы мамандықтар бойынша қолданбалы ғылымның сатысында жүрген мамандықтардың барлығын біз дуалды оқу жүйесі 33 бағдарламамыз солармен бірігіп жасалып, сол маңда балаларымыз қазір оқып білім алып жатыр. Әрі білімге үйренеді, әлі сол жердегі өзінің орнын жұмысқа тұру, мансаптық карьералық ары қарата жұмысқа тұру мәселе. Жылу қуат, мысалға қазір кезеңдегі энергетика саласында осының барлығын біз оңтайландырып дұрыс бағытқа қойып отырмыз. Және мен қайталап айтқым келеді, бұл өңірдегі өңірлік университеттердің барлығында осы жүйе қалыпқа келіп отыр. Дәректе, енді мен келесі сұрақты ғалым ретіндегі пікіріңізді білгім келіп отыр. Біз мынау жиі айтамыз ғой, қазақтың кіл қаймақтары бұл алаш арыстары дейміз. Енді тарихтан көп оқыдық, көрдік, білдік, дегенмен енді мынау көбіне ақпарат жетпей қалып жатады жастарға. Алаш арыстары құрғысы келген мемлекет қандай еді? Біз сол жолға түсе алдық па, әлде біз басқа сүрлеумен кетіп қалдық па? Иә. Бұл енді алаш арыстары бұл біздің тарихымыздағы ең бір қайғылы деп айтсам болады. Ең бір сүбелі, ең бір қайғылы, ең бір шытырман оқиғаларға толы сондай кезең. Біз алаш арыстары туралы әрине өте менің тікелей өзімнің ғылыми жетекшім Мәмбет Қойгелдіұлы ол кісі арнайы бүкіл өмірін алаш арыстарына арнады. Бірақ осы жақында ғана сұхбаттасқанымда әлі де шешілмеген, әлі де зерттелмеген мәселелердің өте көп екендігіне ол кісі ашып айтып берді. Ал енді расында да біріншіден алаштың зиялылары біріншіден міндетті түрде білімді азаматтар болды. Алаштың бағдарламасында қазіргі біздің тәуелсіз мемлекетінің бағдарламасыменен сәйкес болды. Алаш арыстарының бағдарламасы Думаға Әлихан Бөкейхан бастаған алаштың азаматтарының 3 мүшесі кірген кезеңде Ресейдің 3-ші Думасына Қазақстаннан, қазіргі біздің Қазақстаннан осы 3 алаштың арыстары мүше болды. Ал Думада сөз сөйлеп, Думада ол кезеңде біз сол Ресейдің вассалы бола отырып, Ресей империясының вассалы бола отырып, біз сөз алу, ол қазіргі біздің 91-ші жылы алған тәуелсіздікпен пара-пар деп айтуымызға болады. Алаш арыстарының бағдарламасында бірінші сөз бостандығы. Көрдіңіз бе? Ең бірінші сөз бостандығы.
азаматтық бостандық, жердің сол шекарасын қалыптастыру мәселесі, жерді межелеуге, себебі жерді межелеуден бастады ғой. 1700 жылдардан бастап мен сізге айтар едім. Мынау 1905-7 жылдары Ресейді қанды оқиға болды. Ол яғни қанды қырғын 5 январда, 5 қаңтарда болған, 9 қаңтарда болған бірінші революция, 5-7 жылға болған революция, төңкеріс. Бұл жерде патшалық монархияға, царизмге қарсы шыққан орыстың жерсіз қалған мұжықтары болды. Олар аяусыз қырды. Келесі жолы осындай мәселе болмасын деп, екі жолдың ортасына дарға асып, әдейі халықты қан қақсатты. Дарды ойлап тапқан Столыпин болды. Столыпин ол кезеңде жаңағы патша саясатын жүргізуді ойлау үшін оларға уақыт берілді. 2-3 жылдың ішінде бұндай мәселе болмасын деп. Ал петиция жазып шыққан жай халық, мысалға қолдарында қару жоқ, петиция жазып шыққан қаңтардағы оқиғадағы, ол 5-7 жылға бірінші тарихта қалып кеткен революция, ол жердегі бірінші көтерілген жер мәселесі болды. Көрдіңіз ба? Халықтың жерге деген қажеттілігі болды Ресейдің. Ал Столыпин не істеді? Столыпин осы жер мәселесін Ресейде дұрыс шешу үшін біздің қазіргі Қазақстанның солтүстік өңіріндегі жерге көзін сүзе бастады. Қарап отырсақ, ол уақыт біріншіден біздің жеріміз өте алып үлкен, екіншіден ол құнарлы, үшіншіден Оян қазақ не үшін шықты Міржақып Дулатовтың, да? Үшіншіден осы бұзық, олардың тілімен айтқан уақытта шаруаларды, бұзық халықтың категориясын басқа территорияға ауыстыру қажеттілігі пайда болды. Мінекей, бұл мәселе ең алғашқы осы Столыпиннің реформасынан кейін пайда болған жаппай жерді соғыссыз басып алу. Ол үшін Столыпин үлкен команда жасап, біздің Қазақстанның жерінің картасы жасалынбағандығы туралы, оның зерттелмегендігі туралы мәселені көтеріп, орыстың мұжықтарын ешқандай декреттік қағазсыз, ешқандай мәселесіз сол ақырындап көшіріле бастады. Сөйтіп алғашқы поселка, бізде село деген сөздер жоқ қазақ тілінде. Алғашқы Кузьминич, Ульяновск, Петровский, Петропавловск мысалға қалаларының барлығы сол орыстың мұжықтарының қолына жаңағы шоқпарын беріп, дайындап идеологиялық түрде, мінекей жаймен қазақтардың жерін басу процесі басталды. Алғашқы селолар осылай пайда болды. Өкінішке орай күні бүгінге дейін ондай аномастикалық бізге кездесіп қалады. Мысалға, біздің ата-бабамызда Перовскі болды ма? Болған жоқ. Біздің ата-бабамызда мысалға да Майский деген көшелер болды ма? Болған жоқ. Оның барлығы осы уақыттан қалған, күні бүгінге дейін келе жатқан сол уақыттың белгілерін беретін атаулар деп айтқым келеді. Бұл тарихшы кезінде. Енді екінші мәселе. Енді келгеннен кейін Алаш азаматтары міндетті түрге оған қарсылық көрсетті. Себебі Алаштың бағдарламасы ерекше бағдарлама болды. Алаштың бағдарламасы тәуелсіз мемлекетті құратын, өз тілінде білім алуға, көрдіңіз бе? Өз тілінде білім алуға құштарлы мемлекет болды. Ал ол әрине ешкімге ұнаған жоқ. Кейін бертін келе Совет өкіметі орнағаннан кейін 17-ші жылы Совет өкіметі орнады. Алаш өз бағдарламасын көрсетті. Совет өкіметі орнағаннан кейін Совет өкіметінің кейбір жақтарын Алаш қолдауға мәжбүр болды. Себебі Алаш азаматтары біртін жаңағы осындай қиямет қайымға ұшырай бастады. Мысалға, Әлихан Бөкейханов. Ол бүкіл өмірін түрмеде өткіздірді. Ал енді Ахмет Байтұрсынов бүкіл өмірін түрмеде өткіздірді. Мысалға да. Ал енді Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығын жасаған кезеңде ол өзінің жаңағы Бәтима Бисафра деген өзінің жаңа жұбайына жазғанда хатында ол былай деп айтады: мен дейді ағартушымын ғой дейді.
Ол кісі қазақтың тілін, жазуын, орфографиясын жазған кісі ғой, былайша айтқан уақытта. Ал сол қазақ тілін, білімін, мектебін ағартушылық, көрдіңіз ба, мәселені басып жаншу керек болды. Міне, сондықтан да өзінің жазған хатында, жаңағы түрмеде отырып жазғанда айтады, мен дейді науқан салып түрмеге кеткен кезеңде ОГПУ-дың адамдары менен ол кезеңде күн жылы болатын дейді. Мен бір жейдемен, бір жаңағы немен кетіп едім. Ең болмаса маған осындай жылы киімдерімді алып келуге рұқсат сұрайды. Мысалға да, сонда көрдіңіз ба қандай. Бірақ олардың бойында мен ойлаймын, бір ғана жігер болды, күш болды. Ол халықтың сағы сынбасын деген. Халықтың, этностың сағы сынбасын. Ал біз білеміз, жалпы аренада бірнеше мемлекеттердің халықтар бар, бірақ олардың мемлекеті жоқ. Олардың тілі, діні, территориясы, экономикасы бес мемлекетті құрайтын жабдық. Ол мәселе жоқ. Олар конституциядан жұрдай болған мемлекеттер. Сондықтан да алаш азаматтарының алдына қойған бірінші мақсаты қандай ақылды деп ойлаймын да мен де. Олар конституцияға жүгінді. Конституциялық мәселелерді орын-орнына қойып, жеке мемлекет болып кетуге тырысты. Бірақ Ресей империализмі алғашқы кезеңде, Совет өкіметі орнағаннан кейін Қызыл әскердің немесе Советтердің, Совдептің алдына қойған мақсаты ол ерекше болды. Дәл осы жерден бір мәселе ойға түседі. Мысалға, 30-шы жылдардағы ашаршылық қарап отырсаңыз, ашаршылық біздің қазіргі кезеңдегі Евразия кеңістігіндегі немесе СНГ деп алатын болсақ, біздің Өзбекстанда, Қырғызстанда, мысалға да, тіпті ар қарата барсақ, өңірдегі Украина, Белоруссия деп алатын болсақ, ол мемлекеттердің біреуінде біз көрген нәубет болған жоқ, ашаршылық болған жоқ. Бұл 1925 жылы шілде айында ВКПБ-ның, Всесоюзная коммунистическая партия большевиктер келді ғой. ВКП-ның 15-ші съезі болды. Ол 15-ші съез далада өтті. Ол съезде Верный қаласына келген жаңағы Лев Дмитриевич Голощекин, ол өзі тіс дәрігері болды. Ол саясаткер болған жоқ. Сталинмен бірге түрмеде отырды. Сол түрмеде отырған кезеңде екеуінің бір-біріне деген жаңағы достығы, бір-біріне деген көзқарасы пайда болды да, Сталин оған сөз берді. Мен түрмеден шығамын, ВКП-ны басқарған кезеңге, Совет өкіметін құрған кезеңге, мен бір жаулаушы мемлекет ретінде жаңағы осындай орынға менің идеямды қабылдасаң деп. Оған ол кісі әрине келісім берді. Сол түрмеден қашып шыққаннан кейін, бірден 2 жылдан кейін, 23-ші жылы түрмеден қашып шығатта, 25-ші жылы біздің мемлекетімізге келіп, біздің этносымызға келіп, жаңағы съезді өткізеді. Қазкрайком болып тұрған ол кезеңде. Сонда кімнің келгеніменен Қазасср 24-ші жылы пайда болады да, бірақ бүкіл саясаттың барлығын орталықтан алып отырады. Ал алаш қоғамы, алаш азаматтары осыған қатты қарсылық білдірді. Бірақ енді өзіміз білеміз, мысалға Тұрар Рысқұловты білеміз. Менде бір архивте отырған кезеңде осы неге ол кісілер темір жолға бағыттады? Себебі тоғыз жолдың торабында орналасқан мемлекетті дамыту керек болды. Оның ішіндегі ең үлкен мәселе сауда менен темір жол мәселесі болды. Олар әртүрлі жаңағы ойланды. Экономика жағынан дамыту мәселесін, тілдік жағынан дамыту мәселесін, мынау саясатқа кіріп кеткеннен кейін әлеуметтік жағынан дамыту мәселелерінің бәрін қарастырды. 10 бағытта жұмыс істеген бағдарлама болды. Бұл бағдарлама. Ал мен ойлаймын, қазіргі таңда енді осы зиялылардың біз қазір сол жасаған еңбектердің 1918-24 жылдары жасаған еңбектердің біз бүгінгі күні жаңа Қазақстанға енгізіп отырмыз. Мінекей, авторлары, менің ойымша, бүгінгі конституцияның да авторлары сол алаш азаматтары деп ойлаймын. Түсінікті әпке. Енді мынау саясатқа қарай ойсайық. Өзіңіз өткен шақырылымда мәслихат депутаты болдыңыз. Енді мына алда тағы да үлкен саяси науқан келе жатыр ғой.
дегенмен осы бір үгіт насихат жұмыстары қарсаңында енді қазір жүріп жатыр. Дегенмен де мынау өткен шақырылымда атқарған жұмыстарға тоқталып өтсек, халық тарапынан қандай өзекті мәселелер көтерілді, қандай мәселелер шешімін тапты, қысқаша бір анализ жасап өтсек осы тақырып жөнінде. Иә, рахмет сұрағыңызға. Жалпы мынау депутат деген сөз біздің қазақтың лексиконында жоқ сөз. Депутат деген латын тілінен келеді бізге. Сонда ең алғашқы партия құрылған кезеңде ол Георгий Васильевич Чернышевский ол әбден ойланды. Сонда жаңағы сондай заманда 1902 жылдары Георгий Валентинович Плеханов пенен Чернышевский жаңағы талас болды. Сол таластың кезінде ол кісілер айтты, не істеу керек мына буржуазиялық қоғамда, не істеу керек деген кезінде олар айтты, партия құру керек деді. А партия деген сөз, мысалға, бүкіл халықтың ішінен шығып, бірнеше адам өкілдерінен пайда болып, ұйым болып, сол ұйымның бағдарламасы жазылып, сол бағдарламаларға ары қарата идеология арқылы, агитация арқылы сол бағдарламаны іске асыру қажет болды. Осындай партия ол бірінші 1890 жылы 3 адамнан құралатын Плехановтың партиясы болды. Георгий Васильевич Плехановтың партиясы ол Азат партиясы деп аталынды. Енді одан бері көп уақыттар өтті, бірақ партия және депутат мағлұматы, лексиконы мінекей 21 ғасырға дейін жетіп отыр. Сонда бізде қазір 7 партиямыз бар. Санаттан өткен әрбір партия, президентіміз кеше айтып отыр ғой да, біз демократиялық, халықтың үнін еститін мемлекетке айналуға тиістіміз. Әрбір партияда осы басым бағдарламаны өзіне алып отыр. Соның ішінде халықтың жүгін көтеретін Аманат партиясы. Аманат атына сәйкес өте көп зерделі жұмыстар жүргізе отырып, қазір халықтың алдындағы тұрған мақсат сайлау алды бағдарламасын жасады. Мен Аманат партиясының мүшесі болғандықтан осы бағдарламаны жақсы мұқият қарап шықтым, бірнеше рет оқып таныстым. Сонда білесіздер ме, менің түсінгенім, қазіргі кезеңдегі қоғамдағы шешілмей қалған түйткіл мәселелерді бұл кісілер анық ашық айтып отыр. Ол біздің қоғамдағы осал топтардың бар екендігі, қазіргі қоғамдағы белең алып отырған мәселе азық-түліктің бағасының көтерілу мәселесі, қазіргі кезеңдегі мысалға шаруа қожалықтарының тыңғылықты дамымай отырған мәселесі, біздің отандық өнімдеріміздің әлі де болса рынокқа кедергілердің көп екендігі туралы, отандық өнімдердің әлі біз дамыта алмай отырғандығымыз туралы, жалпы бір сөзбен айтатын болсақ, әлеуметтік экономикалық мәселелер болып отыр. Аманаттың қазіргі жүгі осылай болып отыр. Сондықтан да мен де өз бағдарламамды осы маңда жасадым. Ал енді жаңа сұрақ қойдыңыз. Өткендегі жаңағы депутаттық қызметтің ғұмыры қысқа болды. 1-2 жыл болды. Бірақ 2 жылдың ішінде мен 97 қабылдау жасаппын. 97 қоғамдық қабылдауда тура жаңағы айтылған мәселелер, мысалға да, осы мәселелердің 97-сі бірдей лездем арасында, бірақ енді 3 мәселе кейіндеу шешілді. Жаңағы жергілікті жердің әкімшілік департаменттеріменен бірге шешімін тапты. Бұл біріншіден. Екіншіден, мынау біздегі осыдан бірнеше жыл бұрын өте бір үлкен мәселе, бұл көп балалы аналардың мәселесі еді. Біз дәл сол уақытта депутаттыққа енді кірдік. Сондықтан да көп балалы аналары менен мен бірнеше шағын аудандарда және өте көп кездесу өткіздіріп, мынау мерейлі отбасы деген арнайы бағдарлама болған. Ол бағдарламаның ішінде баспана алу бағдарламасы, сол баспана алу бағдарламасында 104 ата-ана жаңағы бірнеше басы 11 жылдан бастап пәтер алу кезегінде тұрады, 11 жыл бойы күтіп отырады. Біз өте үлкен жаңағы комиссия құрылдық. Осы комиссияның ішінде мамандар кірді. Сөйтіп осы кісілердің жаңағы Мөлтек ауданынан қалаға кіре берген жердегі баспана алып, мерей тойын, баспана тойын жасауға өзіміз жаңа куәгер болдым. Сондықтан да
мүмкін ойлаймын осындай бір қызметтер үшін, қоғамдық ойлар үшін мүмкін ойлаймын келесіге де мынау енді бір мандаттықтан түсіп жатырмын қазір. Сайлау алды бағдарламаларын жаңа айттым, зерделеп, асықпай отырып жасадым. Оның ішінде міндетті түрде біздің ғылым білім мәселесі де бар. Мектеп жасындағы балалардың мектепке дейінгі қазіргі оқитын. Қазір бізде мектеп өте көп соғылып жатыр. Бірақ сол мектептің ішіндегі мазмұны қандай, білім берудің сапасы қандай, бұл өте үлкен мәселеге айналып отыр. Осы мәселеге мен қаттырақ көңіл бөлсем бе деген өзімнің де ойым бар. Ал енді сондықтан да болашақта мысалға депутат болған жағдайда қазір енді үміткерміз ғой. Қазір енді өзіміздің қолымыздан келгенше осы үгіт насихат жұмыстарын жасап жатырмыз. Менің де бағдарламам 7 бағыттан тұрады. Ол бірінші бағыты осы шым қаламызды ең қолайлы, ең қайырымды, ең инвестицияға толы қала жасаудың төңірегінде әңгіме қозғаймын. Және оның ішіне барлығы кіреді. Жаңа айтып отырған топтар, инклюзивті қоғам жасау, осы мәселенің барлығы осыған кіреді. Ал бағдарламамның 7-ші бөлігі ортасындағы енді экология мәселесі, тағысын тағы, мен мықты білім мен ғылым 3-ші бөлігі, және соңғы бөлігі ғылым мен білімді дамыта отырып Шымкент қаласын халықаралық дәрежедегі даму хабына, индустриалды, техникалық бағытты дамыту хабына айналдыру мәселесін қолға алсам ба деген ойым бар. Жақсы енді. Әпке, енді мынау сұхбаттың соңында өзіңізді қолдайтын, сізге дауыс беретін көпшілік бар. Сол азаматтарға не айтасыз? Енді мен өте көп ойландым, және өзімнің бағдарламамды таныстырып, және ойланып отырған кезеңде бақытты мекенді бірге жасайық деген өзіме осындай ұран алдым. Олай болса, мені үміткер ретінде жалпы қолдап отырған мынау сайлаушыларға менің барлықтарыма айтатыным: құрметті сайлаушылар, құрметті жерлестер, Шымкент қаласында бақытты мекенді сіздермен бірге жасайық. Аман сау болыңыздар. Рахмет әпке, тағы да алғысымды білдірем. Алдағы саяси науқанды сәттілік тілеймін. Абырой биігінен түспеңіз дегім келеді. Рахмет. Құрметті көрермен, міне біздің кезекті сұхбатымыз осыменен аяқталды. Парақшаға жазылып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Біз өздеріңізбен келесі кездескенше қоштасамыз. Сау, саламатта болыңыздар.